Жақсы, басқа сұрақ бар ма? Жаңа жыл келіп жатыр ғой, сұрақ жөнінде айтсаңыз, салют, бір-бірін құттықтау. Сендер өздерің көтере алатын сұрақ қойыңдар, маған бар ғой. Өздерің көтере алмайтын сұрақ қоймаңдар. Себебі мен оны айта саламын. Кен ол сендерге қиын болады, маған емес. Жаңа жыл бұл мейрамы, бұл мұсылман мейрамы емес, біріншіден. Жаңа жыл мейрамына дайындалу да дұрыс емес. Бұл әшейін күнделікті қара күнге өсіп өтіп кету керек. Енді мысалы бізде бұл әдет болып қалды. Енді әдетте өліп кетуіміз керек емес қой бәріміз. Салют атады, анау атады, мынау атады. Есі дұрыс адам атпайды оны. Есі дұрыс адам Аллахтан қорқады, тауба қылады, истиғфар қылады. Сол салюттен де неше адам соқыр болып жатыр. Неше адам қолы жанып кетіп жатыр да. Мұсылман адам пайда нәрсе. Күлу вашрабу валату иннаху ла юхиббул. Ішіңдер, жеңдер, исраф қылмаңдар. Алла исраф қылушын жаман көреді деп жатыр да. Одан гөрі содан бір жетімдерге, мына жерде бір жігіттер отыр, Мақсат деген жігіттер, қайырымдылық қолын. Соған әкеп бер міне, бәh ал. Бер мына жетімдерге жинап жатыр екенсің. Бер жетімдерге, берсін солар. Бір күні анау жібек базар ашылғанда келіп атсам, бір адам неден анау пластмас елка бар ғой, пластмас елканы алып келіп отырғанда мені көрді да қорқып кетті, арқасынан тығып алып үйге егуге әкетіп жатырмын деді. Сасқан үйрек көтімен сүргейді дегенде пластмас оны үйге егуге әкетіп жатырмын деді. Мен деген жоқ, мен не деймін енді ол адамға. Оның сана сезім соған жетіп барады да. Мысалы осы айттарда ондай дайындық жоқ. Мысалы оразаның айтында, мысалы құрбан айттарда ондай дайындық жоқ та. Біздің ана қазір балдарымызға шейін, мен әрдайым айтамын, балдарымызға шейін жаман қылып жібердік та. Міне қазір балдарымызға маска беріп жатырмыз да. Ей жаным, ертең үлкейгенде жақсы маймыл болғанда маймыл емес. Ертең мен қартайғанда мені алдайтын түлкі болған деп түлкінің маскасын әперіп жатырмыз. Мысалы неше түрлі маскалар жүр. Өзіңнің балаңның түрін өзгертірме, ол мұсылман ғой ол. Оны жақсылап түсіндіру керек оғанша. Мұсылманның мейрамы қайсы екенін. Әр жұма күні мейрам болу керек. Әр жұма күні бар ғой, үйде мейрам. Үйде бір жақсы сөздерді айтып. Қараңыз. Жақсы, неңіз болса жақсы тамақ істеп, мейрам екенін бала білсін. Қараңыз. Бұл астағфирулла, жаңа жылда қанша қыздар қыздығынан айырылады. Ол ақиқат. Қанша авария болады, бәріңіз білесіздер. Бір жаңа жылдың өзі, бір жылдық мана жол полициясының бүтін штрафын бәрін төлеп тастайды екен. Авариясы бар, төбелесі бар, қырылысы бар да. Bir айт мейрамында осы нәрсе болған ба? Bir айт мейрамда алқаштарым бар ғой, алқаштарға инсап кереді. Ертең айт қойы жуынбасақ болмайды деп. Тазаланып, қырынып да. Айт күні наркомандар да, жүзікшілер де ертең айт дейді, күнә болмасын деп тұрып, таза баратта міне айттың ақиқи адами мейрам екендігіне дәлелді бұл нәрсе. Қазір міне жаңа жыл ертең болады деп тұрып, неше таблеткілер әкеп жатыр адамдар қазір. Жаңа жылда ішеміз деп. Неше түрлісін әкеп жатыр. Білеміз ол нәрсенің бәрін. Сосын бұл мұсылман адам өзінің көбірек жақсы мінезді. Бірақ енді мысалы біреу сізге келіп жаңа жылыңмен десе, кәпір, сәпір, меғаны үйтіп кетпе. Аллах инсап берсін оған. Кеше бізде сондай едік қой. Енді оларға да Алла инсап берсін. Оны бірден кәпірге, о жаңа жыл айтқанымен кәпір болмайды. Ол бешері білмейді ол. Себебі бала кезімізден жаңа жылда миымызға күйіп жіберген біздің. Аяз атаң келеді, сені көрішке әжең келеді деп. Мидың бәрін құртып өлтірген ұжыда бұл. Сенің ханың болған Абылай хан деп бір адам айта алмайды ғой.
Senin en ahırkı hanın Kenesar Han bolgan. Kenesar Han'ın tarihini aytıp bere almaydı koy. Ayaz Atan kimge keregi var senin Ayaz Atan? Ol kim edi ol? Özüңнің dini dastörün, ultuңның tulgalарын aytıp öğretip. Mene bir 2 жасар balaga surak koygan, Ерболдың balasına. Qazaktın ahırkı hanı kim dese Kenesar Han dep atırdı mı sonda? 300'dün başın koşkan kimdi? Mene sonda nesini öğretip gerek. Özümüzдің, ultumuzдің, dastürümüzдің negizin baldarımızga düşündürmemiz gerek. Sonda saklanma, din saklanmadı sonda. Din saklanmasa ekan ult öz-özünden jogalıp ketedi. Ult öz-özünden jogalıp ketedi. Qarang, hazırki misалы o 80'deki ata dereti yok, kolunda batası yok. Әжелерге айтсаң жаның ашиды, әжелер дәрет алуды білмейді. Дәрет алуды білмейді әжелерің. Бірақ жаңасында башық айқайып алып тұрып ата беруді біледі олар жа билеуді қатырады. Жоқ, біз өзіміздің дінімізді естен шығармайық. Жаңа жыл мәселесінде бұл мәселені көтермеңдер кейін. Білген адам бұдан артығы керек емес. Себебі бұл қазір барлығы біледі. Жаңа жыл мұсылманның мейрамы емес екенін бәрі адам біледі бұл. İsa aleyhisselamның туылған күні де бұл. Бірақ бұл İsa aleyhisselamның туылған күнін өзі точно қай күн екенін білмейді бұлар. Рождество да бұл. Рождество. Туылған күн. Бұл күннің қай күн екенін өзі білмейді христиандардың өзі. Христиандардың ең әсіл кітаптары қазір 4. Сол 4-дің ақиқасы қайсы екенін білмейді. Бұлардың өзі өздерінің ғалымдары өзінің сөзін жаза бергендігінен бұның ақиқаты жоғалып кеткен. İnşallah mene жақында мәуліт келеді, мәулітке дайындалсын. Пайғамбар алейхиссалам тарихын жаттасын, үйренсін. Bir gün жаңа жылды бөліп кетпейміз ғой. Ал істеп жатқан адамдарға жүдә бір қопалдылық қылу керек емес. Себебі көш жүре түзеледі. Жайлап түзеліп кетеді иншалла.